Өскеменде өткізілген жедел алдын алу шарасы барысында құрамында никотин бар электрондық темекі, вейп және басқа да бір реттік құрылғылар тәркіленді. Өткізілген шаралардың нәтижесі бойынша 8,5 миллион теңге сомаға 2000-ға жуық құрылғы тәркіленді. Осы құқық бұзушылық үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде жауапкершілік көзделген. Санкция акцизделетін тауарларды тәркілей отырып, 50-ден 500-ге дейінгі айлық есептік көрсеткішке дейін мөлшерде жаза көздейді. Материалдар сотқа жіберілді. Темекі өнімдерімен бір реттік электрондық темекінің заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл бойынша жұмыс жалғасуда. Құрметті азаматтар, дәрігерлердің зерттеулеріне сәйкес, вейптер мен басқа да құрылғыларды қолдану жасөспірімдердің денсаулығына, есте сақтау, өзін-өзі бақылауына және оқу қабілетіне зиянды әсер етеді. Ата-аналардан балаңыздың мінез құлқына, оның денсаулық жағдайына және сатып алуларына назар аударуды сұраймыз.